3 январь 26 жыл. Мен Құрманов Емберген, Павлодар облысы Ақсуғасын тұрғыны. Міне үйге келдім. Жаңа ыстық шай ішіп, кішкене нетіп теріліп, әйтеуір басы түзелді. Біз шалдыр шай ішіп сізге жүре алмаймыз ғой. Қазір міне мегабайт аз қалды. Қазір міне көршілерден Wi-Fi-ны қосылып, сол тікелей эфир түсіріп жатырмын. Қашылап жүрмін күні бойы. Қазір тағы да міне. Мен мынамен отырамын. А4. Артында менің каналым бар. Емберген Құрманов деген. Сол халық көбі мені жақтайды. Шал сенікі дұрыс, сен жаласын деп. Даже полицейский өздері мені жақтайды. Олар келіп жатқан кезде сотканы алып жатсам, шал түсірме, біз магазинге жатырмыз деп тура безектейді. Қайтып барамын жігіттер, ояндар, шындар бейбітшілігі. Мен сіз енді. Білейм, мені келесі бейбітшілігінің алдында тая қалмайды, Назарбаевтың құлдары. 19 жыл декабрьден бастап әрбір бейбіт шерудің алдында қалмайды. Сол әтсердің жерден айырыламыз. Байрақтан түгін айырылдық. Бәрін Назарбаев ана қалмағы өзіне емдене алды. Міне мені кешқан жүре берсін. Арнып қаршыға алдап кредит тұқты. Өзіне қызмет сатып алды. Ақтоғай ауданы әкімі Атляков Ренат деген оған өзім акимат орналастырған. Жұмыс тартып алды. Алды айтқан мен Күргіл деген совхозға қаршыға автобус сатқанда маршрутпен сатқан. Жолаушылар тас жүргем. 2 жұма ремонт тұрғам, сол үшін жұмыс тартып алды. Атляков Ренат. Бәрі содан басталды. Солардың кесірі бәрі. Қайт барам жігіттер, ояндар, шығандар бейбітшілігі. Ана мені полицейский өздері қолдайды. Шал сенікі дұрыс, сен жаласын деп қолмен көрсетіп, халық тояды деп. Бізде Павлодар облысында қорқақ халық. Жігіттердің беттері айтамын сіздерге, қатыннан жамансыздар деп. Жаңа өзенде қыз келіншектер сендер мықты деп. Қайт барам жігіттер, ояндар, шығандар бейбітшілігі. Келесі жолы мен айтырмын, ақырет қалмайды Назарбаевтың құлдары. Бәрін бір қойысуын бәрі ақтаймын тікелей эфирде. Бірақ олар тікелей эфир түсіргізбейді. Халық қарсы нелерін халық көрмесін деп. Конституция бойынша біз бәріміз бейбітшілікке шығуға құқығымыз бар. Ал осы үйден тұратындар пікір жазыңдар. Уақыт аяқ қалды тікелей эфирдің.